Ерлігі ерен, рухы мәңгілік. Қатонқарағай ауданы Еңбек ауылының ең соңғы Ұлы Отан соғысының ардагері болған бүгінгі кейіпкеріміз Абалақов Мұхамади атамыз жайлы болмақ. Мен батырдың ұрпағымын. Мұхамади атамыздың немересі мен Абалақов Дидар Оралбекұлы. Биыл міне 80 жыл толып отыр ұлы жеңіске. Бұл жеңіс ерлік пен елдіктің, батырлық пен өжеттіктің мейрамы. Уақыт өткен сайын аталарымыз сыйлаған жеңістің маңызы жыл өткен сайын артып келе жатыр. Олардың көрсеткен ерліктері бүгінгі ұрпаққа өнеге. Ал енді қысқаша атамыз жайлы тоқталып өтетін болсам, атамыз 1912 жылы Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданы Еңбек ауылы бұрынғы Таңба ауылында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Өмірде қайратты, қайсар, еңбекқор жан болған. Жарықтық Нұрлық апамыз екеуі 5 бала тәрбиелеп өсірген. Атамыз бүгінде ортамызда жоқ болса, оның жасаған ерліктері мәңгі жадымызда. Ат жалын тартып мінген Мұхамади атамыздың өнегесін өшірмей, аттан түспей келе жатқаным бір сабақтас шығар бәлкім. Ұлы Отан соғыс кезінде атты әскер дивизияның орын ерекше болғандығын атамыз айтып отырушы еді. Ал майдан шебінде бұл жылқылардың атқарған еңбегін ерлікпен тең десем артық айтпағаным. Атам марқұм сол сұрапыл соғыстағы аттардың күшіне қайран қалып, әбден үйренген мықтылығын айтып отырушы еді. Өзгелде беймәлім жерде аттар ұстаудың өзі қандай десеңізші. Майдандағы жылқыларды әңгімелей отырып, мұңданып та қалатын еді. 7-8 оқитын кезім жарықтық атамыз бірде сұрапыл соғыс туралы айтқандарды естігенім бар еді. Бірде жау шебінде қоршауда қалып, бір апта бойы қақаған қыстың уақытында Украина түбіндегі шайқаста қалай жаумен қақтығысқандарын айтып беріп еді. Көз алдында сол күндерді елестеткен қарт атам қатарлас майдандастарының көз алдында жан тапсырғанын айтып, минаға түскен аттардың көзінен жастың шыққанын көргенін ауыр бір күрсініп айтқан еді. Тағы бір сәтінен жекпе-жек бір немістің тыншысын өш алғанын әңгімелеп бергенінде есімде. Қатарлас майдандастардың ішінде әсіресе қазақстандық қара көз майдандастардың үнемі олардың жасаған ерлігін айтып бір марқайып қалушы еді шіркін. Сонау батыс майдан шебінде Украина даласында Берлинге дейін жаудың шебін бұзып тойтарыс жасаған қазақ жауынгерлерін, қазақ майдандастарын қайтпас ер жүректіліктерін өз көзімен көрген атамыз қайсар сарбаздың бірі болған. Зираннан Өскеменге, қазіргі Алтай қаласынан вагондармен бірге келген жерлестерін қалай қимай ары эшелонға бөлініп тарқаған ерекше еске алды. Қатонқарағайдың өзінен 5 мыңнан астам аттанған. Қатонқарағайдан аттанған жерлестерінің өзі вагонға сыймай келгендерін айтып, ел мен жермен қош айтысып, мінген вагон бәрі үшін ыстық екендігін жеткізді. Сол вагон біреу үшін қайта оралатындай, көрсе біреуге оралмайтындай болды. 1941 жылы әскер қатарына шақырылып, ең алғаш 4-ші Украина майданының атқыштар полкының артиллерист қатарына ефрейторды болды. Атамыз жастайынан мерген болған еді. Соғысқа дейін шағында аңшылықтың қыр-сырын білген жанның бірі болған екен. Мылтықты атуды тез меңгеріп кеткен, сондықтан шиті мылтықтан 32 сынды мылтықтың жастайынан жақсы меңгергендігі сол алғашқы майдан шебінде әр барған барлауында сабақ болды. Мұхамади атам Ұлы Отан соғысының аяғына дейін қатысып, 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі даңқ, 1-ші, 2-ші дәрежелі отан соғыс ордендерімен, ерлік үшін, жауынгерлік қызмет үшін және басқа да көптеген медальдармен марапатталған. Оқ пен оттың арасында жүріп арпалысқан ауыр күндерін марқұм атамыз терең күрсініспен еске алып отыратын. 1942 жылды атам атқыштар полкінде болып, кейін мергендігімен көзге түсіп, талай барлауларға барған. 1943 жыл соңына дейін орталық майданда зеңбірекшілер қатарында атамыз атайдаушы болған екен. Әсіресе жарықтық атамыз сол соғыс даласында шеберліктерді қалай үйренгенін, ауыр зеңбіректерді қалай аттарымен ұрыс даласында арып мерт болғанын көз алдында айтып отырушы еді.
Украина майданына жаумен шайқасып, кейін Воронеж, Мәскеу және басқа да қалалар азат етуге қатысқан. Атам соғысты Фин соғысымен бастап Берлинге дейін соғысты. Міне, атамыздың әсіресе көп сәттерінде айтатындығы сол кездегі Қазақстан атамыздың әсіресе ерлігі. ЗИС 3,76 мм дивизиялық пушканы талай атқа жегіп, жеңісті күндердің куәсін көрген әңгімелері әлі есімде. Атамыздың сол шақтарды жылқылардың әбден үйренгені ғана үркітіп білмейтін батыр жануарлар дегені қаншалықты. Тіпті өзге ұлттардың өзінен де кей ұрыстарда бірге болған сәттерімізде ымдап болсын жеткізетін болдық дейді. Бірақ мақсат бір болғандықтан бәрі бауырмал болушы еді. Ең айтулы шақтардың ішіндегі ауылға хат жазатындығы. Сол хаттар ауылға жеткенде қуаныш та қайғылы да болды. Өйткені қара қағаз алып жүректері қарс айырып жатқандар да қаншама болды дейтін. Енді олай болса, атамыздың ауылға жазған бір хатынан естелік өлең жолдарын. Жолында отан құрғап армиямыз, халық үшін, отан үшін жан қиямыз, келгенше жауды құртып аман есен, сау боқтыр артта қалған жанұямыз. Біреуден ана менен ата қалған, біреуде туысқан мен бала қалған, туған жер, өскен жерім жорақ құрдас. Қайыр қош біз келгенше есен аман. Қолға алып қару жарақ міндік атқа, жазармыз амандықта толық хатқа, қайтамыз жауды жеңіп аман қалсақ, сәлемім сұрай алған жұрағатқа. Иә, ерлігі мәңгі. Мен батырдың ұрпағымын.